Сәлем достар, қалайсыздар? Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен жазда таптырмайтын, шөліңізді қандыратын дәмді көже рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге бір кесе жуылған арпа жармасы және де жарты кесе жуылған күріш қажет болады. Ең алдымен бір кесе арпа жармасын 8 литр суға салып, 20 минуттай жартылай піскенше қайнатып аламыз. Негізі көжені әр үйде әртүрлі қылып дайындайды. Сіз де қалауыңызша арпа пен күріштің орнына басқа да жармаларды қолдансаңыз болады. Суымыз қайнағаннан кейін бетіне шыққан көбікті дәл видеодағыдай алып тастауға кеңес беремін. Оның бізге еш қажеті жоқ. Осы суымызға жаңағы жарты кесе күрішімізді салып, толық дайын болғанша пісіріп қайнатып аламыз. Күрішімізді салып болған соң, көжеге міндетті түрде тұз салуды ұмытпаймыз. Біздің үйдегілер ащы көжені жақсы көргендіктен мен кішкене тұзын көбірек саламын. Көже дайын болған соң, осындай басқа ыдысқа құйып, 2-3 сағатқа суытып қоюға кеңес беремін. Суыған көжемізге өзіңіз қалауыңызша шұбат, қымыз, сүт, айран қоссаңыздар болады. Мен осы орайда қолдың ащы айранын қосып жатырмын. Қосқаннан соң жақсылап араластырып, дәміне қарай 2 шай қасық шекер салдым. Өйткені шекер көженің дәмін одан сайын аша түседі. Көжемізді тағы да жақсылап араластырып, тоңазытқышқа салқындатуға қоямыз. Көжеміз дайын болды, өте керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Жазда таптырмайтын сусындардың бірі. Осындай көп мөлшерде жасап, бөтелкелерге құйып сатсаңыздар да болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Мейрамгүл. Міндетті түрде каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мен әрдайым сіздермен тез және дәмді рецепттермен бөлісуге дайынмын.